Шағын бизнесті қолдаймыз. Тіпті микро және шағын бизнеске салық мүлде төлемесін деп талап етіп отырмыз. Азат Перуашев бар, ол кезінде кәсіпкер палатасы, Атамекен кәсіпкер палатасын басқарған. Сол үшін ол кәсіпкер құқығын жақсы білетін шығар. Ақшыл партиясы республикада жап. Олар ортада бизнес, олар ірі бизнестің партиясы. Комитет жоқ. Кәсіпкерлікті қолдайтын комитет деген жазылған бір сөзді, ол бірақ жерде бар, ол жаңа сыртқы істер министрлігінің ішіндегі жаңа инвестиция комитеті бар. Қалған жерде жоқ. Департамент қана бар. Егердем жаңағы жоғарғы өсім болмаса, онда орын босату. Сонда мына 2%-ға берілетін кредиттер қанша кәсіпкерлер пайдаланды? Кәсіпкерлерге қолдау көрсету керек. Ол заң дұрыс болу керек. Одан кейін орындалу механизмі дұрыс болу керек. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біздің қонақта белгілі кәсіпкер, оңтүстікте Түркістан аймағында белгілі кәсіпкер, Алматыда көп жыл жұмыс істеген Сәкен Арапбаев. Сәкен, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз, Асқат. Осы соңғы кезде кәсіпкерлік туралы қайтадан көп сөйлей бастады. Өңдеуші өнеркәсіпті қайтадан жаңғыртамыз дейді. Қалай ойлайсыз, ол келе ме ол жаңа өкіметтің қолына? Әлде олар бұрынғыдай сөз болып қала ма? Өнеркәсіпті көтеру мәселесі ол ескі өкіметтің, ескі Қазақстанда көп жылдар айтылып жүрді, өкімет басшысы да айтып жүрді. Қазірде ол мәселе қазірде айтылып жатыр. Соңғы өкімет тағайындалғаннан кейін де алды қойған мәселелердің біреуі осы кәсіпкерлікті көтеру мәселесі. Мен өзім жай тәжірибеме байланысты, Қазақстанда қазір заңнамалар байланысты кішкентай сараптама жасап, сіздің сұрағыңызға содан былай өтейік жаңа. Жақсы. Біріншіден, кәсіпкерлік өзі бірнеше қағидадан тұрады. Кәсіпкерлікті дамыту, мемлекет тарапынан дамытуда бірнеше қағидадан тұрады. Соның бірі, ең біріншісі, ол кәсіпкерліктің іске асуына қолдау көрсетілетін заңның сапасына байланысты. Ол барлық елде сол заңдар егер дұрыс жүретін болса, сол елдің кәсіпкерлігі дами бастайды. Егер ол сапалы заң болмайтын болса, онда ол кәсіпкерліктің жаңағы шамасы белгілі болады. Екінші мәселесі, шағын және орта бизнестегі субъектілердің қаржыға қол жетімділігі. Тағы мен айтып өтетін едім, үшінші мәселе ол мемлекет тарапынан отандық өнімдер болсын, отандық қызмет болсын, кәсіпкерлердің соны сатып алуы, сол қалай жүзеге асып жатыр. Соның арасында тағы да қосып кетуге болады, өкіметтің экспортқа шығаратын өнімдерді, компаниялардың өнімдерін экспортқа шығарудағы көмегі қанша. Жақсы, осы мәселелерді көтере берейік. Бірақ бірінші мәселесі кәсіпкерлік туралы заң туралы айттыңыз. Бірінші орында ол кәсіпкерлік кодекс бар. Кәсіпкерлік кодексі мен екі жақтан қараймын. Бір жағынан біз шағын бизнесті, микробизнесті, орта бизнесті дамығанды қалаймыз. Өйткені ол салық төлейді, өйткені ол жұмыс орын береді. Екінші жағынан мен өзім кәсіподақта жұмыс істегеннен кейін білемін де, өкінішке орай олигарх дейміз ғой. Соңғы 15-20 жылдың ішінде, 2000 жылдан бастап, олар лобби деді ғой, лоббизм арқылы заң қабылдан кезде сосы кәсіпкерлік кодексті бірінші орынға қойып қойды. Демек, қарапайым жұмысшылардың құқы қорғалмайды. Кәсіподақтың құқылары шектеулі. Сол үшін айтып тұрмын, екі жақтан қараймын. Бірақ, мен өзім Қазақстан халық партиясым, сіз де Қазақстан халық партия мүшесісіз. Біз шағын бизнесті қолдаймыз. Тіпті микро және шағын бизнеске салық мүлде төлемесін деп талап етіп отырмыз. Есіңізде ғой, бір жыл бұрын сайлауалды бағдарламада біз оны жаздық. Орта бизнес бір салық төлесін, 5% бүкіл обороттан, ал микро және шағын бизнес мүлде төлемесін деп. Өйткені біз бірінші орынға жұмыс орын қоямыз, сол қарапайым адамның жағдайын қоямыз. Олар жағдайы жасаса, сонда халықтың жағдайы көбейеді, жақсарады деп.
Сол не дейсіз? Бұл сұрағыңыз түсінікті, жауап беруге тырысайын. Енді мына шағын және орта бизнесте Қазақстанда тіркелген компаниялардың саны 1 миллион 800 мыңдай компания тіркелген. Соның арасында 3 миллион 700-дей сол компанияларда, кәсіпорындарда қызмет атқарып жатыр. Сонша адам. Бұл енді өте үлкен халықтың саны. Біз кәсіпкерлікпен шұғылданып жатқанбыз. Біздің халқымыздың ең үлкен бір бөлігі. Енді қараңыз, соның құқығын кім қорғап жатыр? Заңда жаңағы. Оның құқығын қорғайтын сапалы заң шығаратын мәжіліс. Мәжілісте бізде бір комитет жоқ. Осының бәрін жүргізетін, жүйелі, таза кәсіпкерлерге керек заңды шығаратын, соны қадағалайтын орган жоқ. Өйткені әлеуметтік жаңағы экономикалық несі құрылымы бізге Қазақстанға ұқсайтын көрші Ресейде. Ресейде комитеті бар, кәсіпкерлікті қолдау комитеті бар, Думаның ішінде. Тағы да бірнеше жаңағы несі бар, спорт, туризмді қолдайтыны бар, ауыл шаруашылығы, ол да мен бөлмеймін бәрін кәсіпкерліктен. Олардың бәрі де спорт болсын, туризм болсын, ауыл шаруашылығы болсын, және юриспруденция, адвокатская конторалар, юридический конторалар, одан кейін бүкіл экономика саласының барлығы сіз айтып отырған бәріміздің ортақ бағынатын заңымыз ол кәсіпкерлік кодексі. Кәсіпкерлік біз бәріміз біріктіру керек. Енді мына заңды сол жерде шығару, заңды білетін, түсінетін, меніңше соған қадағалайтын бізге мына мәжілістің ішінде, Қазақстан мәжілісінде ескісінде де, жаңасында да комитет болмағаннан кейін сол сапалы заң шығатын жаңағы ұйым жоқ. Ақ жол партиясы бар ғой, Ақ жол партиясы мына кәсіпкерлерді қорғаймын дейді, олардың төрағасы Азат Перуашев бар, ол кезінде кәсіпкер палатасы, Атамекен кәсіпкер палатасын басқарған, сол үшін ол кәсіпкер құқығын жақсы білетін шығар. Ақ жол партиясы республикада олар ортада бизнес, олар ірі бизнестің партиясы. Олар кіші орта бизнестің шаруасын олар түсіне де білмейді, оларға ол қызық емес. Ол мәселеде тағы да басқа партиядан, басқа өкілдерден де өткен жеке тұлғалар бар. Олар да үлкен бизнес өкілдері, олар да жаңағы кәсіпкерлер. Ауыл партиясы бар мысалы, ол ауылдағы латифундистердің құқығын қорғайды. Әрбір түбі айландырып келгенде бізде бірақ заң, кәсіпкерлік кодексі жеке ауыл шаруашылығына арналған, солардың жаңағы фермерлерге байланысты ешқандай несі жоқ. Бәріміз бір бағынатын бірақ заңымыз бар кәсіпкерлік, ол кәсіпкерлік кодекс. Сол бойынша жұмыс істеуіміз керек. Сол жерде сапалы заң шығаратын жаңағы мықты депутаттар жоқ. Кейін депутаттық сауалнамаларды көреміз, қараймыз, бағдарламасын көреміз. Бірақ ол жерден бір өзекті мәселелерді көтеріп, жаңағы өкіметке сұрақ қойып жатқан депутаттар кем деген. Тура кәсіпкерлік бойынша. Сол үшін мәжілісте комитет болу керек. Кәсіпкерлікті қолдайтын комитет болу керек. Сол кезде бізде сапалы заңдар шыға бастайды. Ол бір мәселе. Ол заң органы. Енді бізде жаңа атқарушы органымыз бар. Тағы да соны түсінген. Кім сол жаңағы сапалы заңды кім іске асырады? Жаңада айтып өттік, кәсіпкерлік бүкіл экономиканың, әлеуметтің барлық саласында кәсіпкерлік бар. Мүмкін емес. Бәріміз енді нарықтық экономика өткеннен кейін бар жерде біз кәсіпкерлік. Енді оны кім атқарып жатыр жаңағы? Жаңда бұлай министрліктерді қарап көрейік жаңағы. Біздің кабинетіміз, одан кейін министрліктер. Министрліктерді көрсеңіздер, ішінде мына министрлік таза тек қана кәсіпкерлікпен шұғылданады деген жаңағы өзінің түпкі міндеті ондай көрсетілмеген. Өнеркәсіп министрлігі бар ғой. Өнеркәсіп министрлігі ашып көріңіз. Бізде бір комитет жоқ. Кәсіпкерлікті қолдайтын комитет деген жазылған бір сөзді, ол бірақ жерде бар, ол жаңағы сыртқы істер министрлігінің ішіндегі жаңағы инвестиция комитеті бар. Қалған жерде жоқ. Департамент қана бар. Кәсіпкерлікті қолдайтын департамент бар. Кәсіпкерлік палатасы, Атамекен бар, арнайы заң бар ол туралы. Бәрі ренжиді оған. Оған да салық төлеу керек, взнос жасану. Атамекен ол қоғамдық ұйым. Оның құқығы жоқ. Ол рекомендация бере алады. Осылайша өкіметпен жаңағы кәсіпкердің арасындағы ол мына көпір секілді. Біз мұқтажымызды айтамыз жаңағы кәсіпкерлік палатасын айтамыз, палата барады да неге жеткізеді, өкіметке жеткізеді. Бірақ өкімет тарапынан бұны басқару керек.
өкімет тарапынан. Сол кезде жоғарыдан түскен жаңағы қолдамалардың барлығы ол іске асады. Бізде жаңа білесіз қой, біздің саяси системамыз қандай жаңа. Ол төбеден тұрып, біреу жақсы бір нені айтып, сол өз тікелей қадаламаса, ол түбіне дейін ол барып орындалмайды. Жарты жолда қалып кетеді. Өйткені біздің салық заңымызда жақсы, мынау инвестицияны қолдау заңдары өте керемет, бірақ орындалмайды. Өйткені мынау төбеден түсетін вертикалымыз сол дұрыс емес. Соған дейін жету керек жаңа. Сол кезде атқарушы органымыз болады. Одан кейін бар ол біздің өзіміздің арнаулы министрлігіміз болатын болса, министрлігіміз. Осыған бәрін біріктіру керек. Ішінде туризм саласында, өйткені кәсіпкерлік кодекспен кім жұмыс істейді? Солардың бәрі сол бір министрліктің астында болу керек. Жақсы. Мен түсінік бойынша сондай. Онда қазір мына мемлекет басшысы Тоқаев айтып отыр ғой, инвестицияны көбейту керекпіз, тікелей инвестиция келу керек, шетелден инвестиция келу керек, және жергілікті адамдардың, кәсіпкерлердің инвестицияны көбейту керек деп. Бірақ мен өзім кезінде 90 жылдары, 97 жылы мемлекеттік комитет бар инвестиция жайындағы. Сонда жұмыс істегенде шетелден келген инвесторларға льготы, преференция деді ғой, кейбір салық жағынан біз босату бердік те, ал жергілікті инвесторларды мән бермедік. Қанша 20 жыл өтті, әлі де солай. Сонда шетелден келген инвесторда, жергілікті кәсіпкер, мысалы сіз завод ашайын деп тұрсыз. Сонда сізді неге инвестор санамайды, сізге неге преференция льготы бермейді? Қалай ол? Сәйкес болып тұр ол. Бұл күнделікті өмірде болып жатқан, сіз айтқаныңыз жайт, ол менің де басымнан өтті. Мен шетелдің инвесторлармен жұмыс істедім, бірігіп, жеке өзім инвесторда болып жұмыс істедім. Сол жерде мынандай мәселе. Инвестиция бойынша, бірақ өкіметтің жаңағы несі қаулысы бар. А некоторые вопросы поддержки инвестиций. Біз сонымен ғана жұмыс істейміз. Сол жерде приоритетный жаңағы бастапқы нелер бар, бастапқы бизнес жобалар бар. Инвестициялық жобалар бар. Ол бір үшке бөлінеді, білесіз өзіңіз жақсы. Солар орны ол жерде бөлінбейді. Мысалы, шетелден келген инвестор, болмаса жаңағы өзіміздің ішкі инвестиция бөлінбейді. Заң бірдей. Заң бірдей. Сол бірдей көзқарас болу керек. Бірақ сіз айтқандай ондай мәселе бар, өйткені ол неден шығады? Шығатына, мысалы, шетелден келіп, біз өз қазақтардың болмыс сондай ма, бір шетелден басқа жақтан біреу келетін болса, оны алға салып, асымызда дайын тұрады, оған бүкіл жағдайды жасауға тырысады. Үкімет тарапынан болып тұр ғой. Үкімет тарапынан ол енді заң бірдей деп айтқым ғой, бірдей. Шетел инвесторына, ішкі инвесторға заң бірдей. Бөлетін ештеңкесі жоқ. Бірақ та егерде шетелден келетін болса, шетелден кім келеді? Үлкен алпауыт компаниялар келеді. Оны көрсеткенге де ыңғайлы. Қазақстанның өзінің имиджі бар, осындай әлемге әйгілі компания келіп, осындай инвестиция алайын деп жатса, мүмкін сондай саясатта мүмкін бар шығар. Бірақ заң бірдей. Ол шетелдің компаниясына да орындалу керек, қазақстандық инвестицияға да орындалу керек. Инвестиция деген өзі несі бар, анықтамасы бар. Ол жаңа орын, болмаса істеп тұрған орындары қосалқы орын ашылу керек, жаңа өнім өндірілу керек. Соның бәрі инвестиция деп есептеледі. Инвестициялық жоба деп есептеледі. Оның ең төменгі деңгейі бар ма? Мысалы, 10 мың доллар, 50 мың доллар, или міндетті түрде 50 миллион доллар болу керек пе? Жоқ, мынау инвестициялық жоба бар, аса маңызды инвестициялық жоба бар, одан кейін арнаулы инвест жобалар бар. Соның бірінші категориясында онда немен шектелмейді. Мынау салатын құны, ақшаның құнымен есептелмейді ол. Ол екінші жобаға есептеледі, екінші жаңағы тізімге кіреді. Бірінші тізімдегі, ол жерде сіз жаңа орын ашыңыз, жаңа өнім өндіріңіз, негізгі талабы сол. Екіншісі, ол барлық өндіріс болсын, қызмет түрі болсын, ол бәрі оған кіре бермейді. Соның ішінде аса маңыздысы бар. Біздің елімізге керек, жерімізге керек, сонда бір өнім бір аз өнім шығаратын, солардың тізімі бар. Ол да тізім, өте үлкен тізім. Сол тізімге байланыссыз өнім шығаратын болсаңыз, онда сіз инвестор боласыз. Барасыз, жаңағы комитет инвестициямен келісімшартқа отырасыз. Оның жаңағы жеңілдіктері бар. Ол шетелдің компания берілген жеңілдік, ол Қазақстан компаниясына берілді. Сол жеңілдікті алып, ары қарай жұмыс істеуіңізге толық мүмкіндігіңіз бар. Бірақ ол қалай орындалып жатыр? Мәселен бәрі сода ғой жаңа. Бәрі қағазда жазылған. Қағазда жазылған, заңда көрсетілген. Ал істе жаңа мәселен дайын. Егер шетелден компания келетін болса, шетелден үлкен компания болатын болса, ол үлкен завод, болмаса фабрика, бір өндіруші бір нәрсе жасайтын болса, оларға көңіл әрине ерекше болады. Ол жерде
облыстың әкімі, орынбасарлар бәрі қолдап апарып көрсетіп, сондай мәселе көтереді. Егер де жаңағы кішігірім, ол да маңызды. Өйткені енді бәріміз білеміз ғой, орта экономика, жаңағы нарықтық экономикадағы ел үлкен жалпауытты жаңағы транснациональный сондай компанияларға сенудің қажеті жоқ. Оларда керек, бірақ негізгі салық төлеуші ол орта және кіші бизнес. Солар ғана салық төлейді. Салықтың қомақы несін көлем солар төлейді. Жаңағы дамыған, жаңағы экономикасы дамыған кез келген елді алсаңыз, 60-70%-ын Германия болсын, Франция болсын, Америка болсын, солар төлейді. Европада. Бізде соған келуіміз керек. Сол үшін көңілді көбірек жаңағы кіші бизнеске, орта және кіші бизнеске бөлуіміз керек. Оларда керек, үлкен бизнес, бірақ бізге көңілді қазір бөлуіміз керек. Енді біз өзім жағдайымнан өткен, мынандай не бар, ауыл аманат деген жоба бар. Өзім еліме барған кезде енді байланысымыз басқамыз бар. Сонда бір осы инвестициялық жобаға келетін, соны перечиніне кіретін, бір нені соқ беруге ойландым жаңағы. Сөйтіп барып соғайық деп, жарайды деп, әкімді танимын, ауданның әкімін. Екі ауыздан қолдап жатыр. Болды, маған мына жерде өзімде жер көрсем, мына жер бос екен, мына сендердің ненің жері, ауданның жері, осы жерге мен соқ берейін. Инвестиция құны осындай. Сөйтіп соны Түркістан облысын айтып тұрсыз ба? Түркістан облысы, енді ауданды айтпай ақ қойын, өйткені ары қарай білетін адамдар біледі, қай аудан екенін, өзім туған ауданым. 2 жыл болды, жер аламадым сол жерден. Өйткені менде қатты ашық дегердім, менде қатты ашық болған жоқ, өйткені жаңағы дәмететін шығар енді. Жоқ, ештеңеде бұл жерде дәмету мәселесі болған жоқ. Сол жерде мына вообще жаңағы кәсіпкерлікті қолдаудың сізге жаңағы үкімет тарапынан болып жатқан көзқарасын айтайын. Сол жерде барамыз, көрсетеміз. Сөйтсем ауданның жаңағы сол мынау жауапты орынбасары бар, содан кейін жер комитеті бар, архитектура бар, солардың бәрінен солар құжаттар дайындайды жаңағы. Сөйтсе ондай бұлардың жаңа практикасында іс тәжірибесінде ондай болмаған. Ол туралы олар білмейді. Инвестиция бір рет біздің облыста үйренбей ме? Үйренгілер де келмеді. Содан ешкім еш уақытта өзінде жауаптылықты алғысы келмейді. Сөйтеді де қараңыз, Назарбаевты айтып жүрген, Тоқаевты 5 жыл болды айтып жүр. Шағын бизнес көмектесейік, мүмкіндік берейік деп. Сонда олар неге президенттің талабын орындамайды? Нақты оларда мынандай не жоқ. Мен де осыны бар зерттедім. Менде осы көкейімде жүрген сұрақ. Ол президент айтып жатыр, премьер-министр айтып жатыр, бәрі айтады. Облыстың әкімі айтады, ауданның әкімі айтады. Жасаңдар, инвестиция алып келіңдер, бір нәрсе соғыңдар деп. А соны түбегейлі жолы дұрыс емес. Не дейді жаңағы регламенті еш жерде дұрыс баяннан көрсетілмеген. Өйткені қайтадан алып келеміз. Біздің заңның сәл-сәл шекелігінде. Өйткені инвестиция бойынша өзі даже кәсіпкерлік бір нәрсе соғам дейтін болсаңыз, бір өндіріс ашам дейтін болсаңыз, ол 3 үлкен бір заңға байланысты. Біріншісі ол жаңағы кәсіпкерлік кодексі, екіншісі жаңағы егер инвестициялық жобаңыз болатын болса, онда жаңағы өкіметтің қаулысы инвестицияны жаңағы қолдайтын. Сол ішінде кішкене несі көмектері бар, жерді алуға болады, сатып алмай жерді өкімет тарапынан алу. Салып болғаннан кейін барып кадастрлық бағамен жеңіл түрде сатып алуыңызға болады. Үшінші мәселе жер кодексі. Осы 3 мәселе. Үшеуінің арасында кішкене бір сәйкестік келмейді жаңағы. Үшеуінің арасында. Сол себептен ешкім мынандай өзінде батылдық алып, жоқ мен мынаны осындай жасап, ол да заң бұзушылыққа қарамайды, бірақ заңда аясында былай не дейді таза жазылмаған. Кейбір оны біз прокуратурадан да талаптама көрсеттік. Бәрі айтады, қарсы емеспіз, сіздердікі дұрыс, бірақ ешкім істегісі келмейді. Өйткені кішкене момент не бар, риск бар. Сонда мәжілісте отырған депутаттар, олар оны өзгерту керек, иә? Оны өзгерту керек. Ол жерде де білетін депутаттар болу керек, бұны тыңғылықты білетін. Одан кейін мысалы жаңағы содан басынан өткен болу керек. Егер сіз өзіңіз жаңағы айтып отырсыз ғой, инвестиция комитеті жұмыс істедім деп жаңағы. Сіздің көзіңізбен қарасақ, ama бәрі дұрыс жазылған, енді әдемі жазылған. Бірақ іс жүзіне барған кезде сіз баратта тіреліп қаласыз. Жоқ, мен сізге айтайын. Мысалы кезінде әлемде алпауыт компаниялар, кейбір айтпай қойын, Қазақстанға келді, жергілікті үкіметпен сөйлесейін деп, жұмыс ашайын дегенде, оларға кейбір талаптар берді. Жеке біреудің интерес деді ғой,
Сол үшін олар барды Өзбекстанда ашты да, Өзбекстанда фабрикасын бәрі, Nike болсын, не болсын бәрі ашып жатыр. Көрдіңіз ба? Сонда Қазақстан өзінің мүмкіндігінен айырылып қалды. Демек, кейбір жоғарыдағы шенеуніктердің жеке бастың жағдайын ойлап отырған адамдар бүкіл өкіметімізге, экономикамызға кесірін тигізіп отыр. Ондай енді елдің аузында көп қой сондай болатқаны. Бірақ мен өз басымда менен бір талап етіп, осындай болады, осыны берсең, мынандай болады, бермесең, мынандай болады деген ондай болған емес. Не деген бақытты кәсіпкерсіз? Өйткені сіз заңды жақсы білсеңіз, өзіңіз ұсынбасаңыз, олардың да басы екеу емес, оларды контроль жасайтын органдарды біледі, танысыңыз бар, табысыңыз одан жақсы. Осы Алматы қаласында төмен жағында индустриалды парк бар. Сіз сонда өзің бір өндірісіңіз бар. Өндірісіңіз бар. Не істейсіз сонда? Ол өте қызық жоба. Осында бір айтқым келіп отыр. Енді кіші өндіріс парк деген ұғым бар. Ол кіші бизнеске, кіші кәсіпкерлерге, жеке кәсіпкерлерге арналған жай. Өндіріске арналған жай. Оның ішінде үлкен ол ангар болуы мүмкін, бірнеше бөліктен тұратын. Соның ішінде бүкіл инфрақұрылымы біз дайындап кіргізіп қоямыз. Оның ішінде электричество бар, ток бар, одан кейін су бар, кәріз бар, газ бар, бәрі дайын тұр. Сіз келесіз, столыңызды қоясыз, сөйтесіз, ары қарай жұмыс атқара бересіз. Сондай мынау кіші кәсіпкерлерді қолдайтын жоба болды. Сол жоба біз соны кейін ары қарай дамытып, мен сол кіші өндіріс парктар, біз ассоциация құрып, мен сол ассоциацияның директормын. Бұны мен тура осында енді көзіміз көріп тұр. Өйткені мынандай тағы бір қызық нәрсе жағдай бар. Сол жерде қазір бір 10 компанияның көлемінде осындай кіші өнеркәсіп парктерін соғып жатыр. Соған кіреміз деп кезекке тұрған компаниялар где-то 350-400 компания осы мынау Алматы кәсіпкерлік басқармасында, индустриальный зонаның басқармасында сол жерде тізімде тұр. Қашан мыналар соғып бітеді, қашан біз соған кіреміз деп тізімде тұр жаңағы. Ол дегенім жаңағы кооператив жасап, оларды күткізбей, кіргізбейсіз бе? Бірінші этапта. Біз тек қана ол енді уже басқа көзқарас. Ол қаланың көзқарасы әрине ондай жаңағы оны болмау керек. Ондай өндіріс парктар 100 болу керек. 200 болу керек ондай өнеркәсіп парктар Соны соғатын жер керек Оған соғатын адамдар да дайын. Оны ары қарай өндірісті жүргіземіз деген ондай кәсіпкерлер толы. Инфрақұрылымды үкімет тарапынан әкімшілік жасайды ғой, Инфрақұрылым индустриальный аймақ индустриальный аймақта өзі сондары әкеп қойып қойған. Бар. Сол жерде есептеулі электр тоғы қуаты да жетеді, газдың да мүмкіндігі бар салалар жетеді. Бізге неге дейін біздің территориямызға дейін, біздің соғатын жерге дейін әкеп береді. Сондай болу керек. Ол да үлкен мәселе емес, ол да кез келген біз соны, мен ассоциацияның директор болғаннан кейін бірнеше облыстарға осыны ұсындым. Өйткені бұл жерде тағы да тек қана соғу емес мәселесі. Одан кейін ішіне бізге кіретін резидент болып, бізден арендаға жалға алатын компаниялар, олардың өзінің қолдауы бар. Оны Алматы финанс қолдайды, жеңіл кредит береді оларға. Егерде бір құрал саймандар алатын болса, 2%. Ол Қазақстанда жоқ пайыз. 2%-бен олар. Демек, сондай кредит бағдарламасы бар, Бағдарламасы Алматы жағынан, Алматы қаласының сол шешімі сондай кредит беріледі. Ол тек Алматыда ма? Мүмкін Шымкент, Түркістан, Ақтөбе. Жоқ, ол жерге де біз ұсыныс жасадық. Бәрі түсінеді, әкімдерге де ұсыныс жасадық, осындай соғайық, біз соғамыз, болмаса жергілікті кәсіпкерлер соғады. Соның бәрін дамытамыз ары қарай. Бәріне қызық, бірақ айналдырып келгенде тағы да көзқарас бұл шағын ғой Бұны бір қызығатын, бұны түсінетін, жүрегімен жаны ашитын, кіші микрокәсіпкерлерді көтерем деген адамдар болатын болса, әкімдер соны түсінетін болса, олар барады. Егерден оларға үлкен компанияға бірдестен индустриальный зонаға завод соғамыз дейтін болса, оларға қызық емес. Сол секілді мысалы. Неге қызық емес? Бір жағынан адамдар жұмыс істейді, екінші жағынан салық төлейді.
өнім шығарылады. Осы мына өкімет тарапынан енді бұл туралы көп ойландым, мысалы да, осы неге осындай деп та, өкімет тарапынан кәсіпкерлерге мына қолдау көрсететін ұйымдар бар ғой, айлық алып отырғандар. Солардың айлығын көлемі. Сіз қанша кәсіпорын аштыңыз, сіз қанша адамға жұмыс беріңіз, оған байланысты емес айлығы. Сіз осы бүгін 100 кәсіпорын істеп тұрмыз, сіздің айлығыңыз сондай болады. Ертең жаңа бір жылдан кейін тағы да 100 істеп тұрса, сіздің айлығыңыз өспейді. Мүмкін өздерінің несімен өсетін шығар. Оларға былай айтып отырғаны, бұлардың айлығы, бұлардың болмысымен байланысты емес. Бұлар сол себептен енді кейде тағы бір ой туады. Сонда қараңыз, ол президент тапсырмасы бар. Тіпті өкіметтің тапсырмасы бар. А сіз оны айлығын айтты. Сонда ол мына сіздің ашылған кәсіпорыннан процент алып тұру керек пе не? Жоқ, егер көбірек ашылатын болса, оның өзі интерес болу керек та, көбірек ашылатын болса, айлық көбейсін. Болмаса, аз ашатын болса, бір жылда ешқандай көрсете алмадың сен. Айлық қысқартсын, болмаса мына рейтингісі төмендесін, сөйтіп ана орын босасын. Ол жаңағы өкімет тарапында отырған адамдарды айтамын. Өзі қаржыландырмай, өкімет тарапынан айлық алып, кәсіпкерлікке жауапты адамдар. Егер жаңағы жоғарғы өсім болмаса, онда орын босату. Сонда мына 2%-ға берілетін мына кредиттер қанша кәсіпкерлер пайдаланды? 1, 10, 100, 1000. Енді өзі сол уатқан бар парк 10 компания соқса, 10 компания бұлайына бөлетін болсақ, тағы да 10 қалса. Онда бір 100-дей кәсіпкерлер, мен нақты айтамаймын. Бірақ 50 мен 100-ның арасында сол нені пайдаланып, сонымен қаржыланып жұмыс істеп жатыр. Мысалы, қандай өнім шығарып жатыр? Айта аласыз ба? Енді мен өзім істелінген өзімізді соққан паркты, жаңағы кіші индустриялық паркты туралы айтып берді. Ол жерде бірінші қосқанымыз 1,5 мың квадрат метр, 1,5 мың. Соны 7-ге бөлдік. Әрқайсысында 210 квадратны бар, 110 мен 220 арасында, сонда бөліп талаптарына байланысты. Біріншісінде металды өңдейтін кәсіпорын отыр. Олар жаңағы әртүрлі шкафтар жасайды, металмен байланысты. Жаңағы ең соңғы жаңағы заманауи лазермен кесетін құрал сайманы, желімдейтін десі бар, краскамен сырлайтын бөлмесі бар. Бәрімен енді керемет нәрсе. Екіншісінде пресс-формалар шығаратын жаңағы өнеркәсіп отыр. Пресс-формалар шығар. Олардың айтуы бойынша, олар пресс-формалар жаңағы жеңіл өнеркәсіпті бәр жерде пайдаланып жатыр. Аяқ киім пресс-форма. Бұрын түсінген мұнай газ саласында көптеген несін жіберіп жатыр. Ол пресс-формалар. Одан кейін мына жағында сол соны шығаратын өнімдері бар. Одан кейін тағы да бір неміз сонда бірнеше бәрі кішік кәсіпкерлер. Әңгімен алдында айттыңыз, біздің жеке ірі мұнай компания басқалар солар біздің жергілікті өнімді сатып алса екен деп. Бірақ оның сапасы қандай? Мен түсінем, ТШО болсын, басқа болсын, сізден бірдеңе зат алайын десе, алатын шығар. Бірақ сіздің өніміздің сапасы қандай? Ол бүкіл әлемдік сапасына сәйкес пе? Әлде төмен бе? Мүмкін сапасына қарап алмайды шығар. Сол үшін Америкадан, Германиядан, Япониядан алады. Кез келген өнімді өндірген кезде өзінің стандарты болады. Стандарт бар. Біз ойдан шығарып, көп компаниялар ойдан шығарып, бір өнім шығара салмайды. Өзінің нақты бір стандарты болады. Соған жаңағы методикасы болады, қалай шығаратынын бәрі. Сол бойынша шығады. Мен ойымша айта алмаймын. Енді сан жағынан аз болуы мүмкін, бірақ сапасы өте төмен түсіп кетеді деген ондай менде ойым жоқ. Өйткені біз көріп жатырмыз жаңағы. Енді бағасына да байланысты. Егер де сіз шетелден, Америкадан сол шеврон жаңағы бір болмайтын бір мынандай бір клапан пластмасса бір изделияны алып келсе, ол бағасы қанша болады? Транспортный расходы қанша болады жаңағы. Егер мөлшерін жеткізіп беретін болса, одан кейін тем более несі бар жаңағы отандық өнімді қолдау программасы бар, сол бойынша жаңағы. Енді мен жаңағы өнім, мысалы, кәсіпкерлікті көтерудің бірде-бір жолын біреуі жаңағы отандық өнімді қызметті сатып алу деп айтып көрсеттім ғой жаңағы. Сол кез қайтып келейік жаңағы. Егер сол жерде бүкіл елдер, көп елдер, мысалы, жанымызда тұрған қазір бір экономикалық өсуіне таң қалып, не деген өнімдер шығарып жатыр. Қытайда бірінші ол шетелге ешкім шығарған жоқ өнімдерін.
Қытай бірінші өнімдерін өзінің ішкі нарығына жұмсады. Өйткені олар жаңағы сондай ішкі нарықтық экономикасы қатты көтерді. Одан кейін барып ана жерде өздері шыққан өнімді сатып ала бастады. Оның сапасы бір жылдың ішінде или бір қысқа уақыттың ішінде сапалы өнімді шығару мүмкін емес қой. Оған кішкене іс тәжірибе керек, басқа керек. Сол үшін бізде де қайта пайдаландырып келіп, жаңағы отандық шығарған өнімді бірінші кезекте жаңағы біздің өкіметтің ұйымдары сатып алу керек. Мысалы, мен сізге бір нәрсе айтайын. Мысалы, ауданның көлемінде мемлекеттік ұйымдар бар. Әкімшіліктен бастап басқа. Соларға элементарно мебель, жиһаз. Жиһаз неге олар Белорусиядан басқа жақтан алу керек? Шығарсын, ауданда шығарсын. Шелек, пол жуатын жаңағы, еден жуатын жаңағы құрал саймандар содан бастасын Егер де жаңағы алып келген несі жаңағы жиһазы ұнамаса, мемлекеттік қызметте отырған адам, значит, соның өзінің көрсетіп отқан қолдауы сол ауданға, сол аудан кәсіпкерлеріне. Мебелік нашар болса, значит, сен сондай жаңағы өнеркәсіпті ұйымдастырамадың. Сол болу керек оның көрсеткіші. Облыс тарапында да барасыз, не деген керемет жаңағы бір мемлекет мекемелер кірсең, жаңағы біз кәсіпкерлер өзіміз ақша тауып отқандығында ондай жаңағы не қоя алмаймыз, жаңағы жиһаз қоя алмаймыз, одан керемет жиһаздар. Бірақ сол облыста өндіру керек жаңағы. Облысқа апарып қойсын, сол кезде облыстағылар жаңағы облыстың басшылары, басқарма басшылары айтсын көкірегінде, мынау өзімізде не қандай. Егер жиһаз енді образын айтып отырмын ғой, басқа салада. Егер нашар болатын болса, сенің ол облысыңның саған көрсеткіші, сенің кәсіпкерлердің деңгейінің биіктігі. Сол егер сондай көрсету керек. Мемлекет тарапында, енді ары қарай көрсету. Облыс көрсеткен мемлекет тарапында. Транспортқа дейін, машинаға дейін, осы жерде ответственность звездка болса да, бәрі біздің өзіміз машинаға отырғызу керек. Сонда жергілікті билік, әкімшіліктер не істеу керек? Кәсіпкерлерге қолдау көрсету керек. Ол жалпы сөз ғой. Ол жалпы сөз ғой. Жалпы сөз, сонда айтып отырмын, бірінші заң. Заң дұрыс болу керек. Заң дұрыс болу керек. Одан кейін орындалу механизмі дұрыс болу керек. Ол жаңағы министрліктен бастап жаңағы жауапты вертикал дұрыс болу керек. Мен бізде қазір мысалы сіз инвестиция саласында жұмыс істедіңіз, білесіз, инвестициямен кім жұмыс істейді қазір? Біз инвесторлар, шетелдік инвесторлар өздері шатасады. Комитет инвестиция бар, енді ол құзырлы орган, мемлекет тарапынан сонымен келісім шарт болады. Одан кейін Қазақ инвест бар. Мемлекеттің жаңағы қаулысымен ең негізгі жаңағы келісімшарт жүргізетін жаңағы соларды қабылдап алатын сол компания. Әр облыста өзінің өкілдері бар. Одан кейін әр облыста жаңағы не бар? Мысалы жаңағы Алматы инвест, Түркістан инвест, Шымкент инвест деген облыстың өз жасауған тағы да бір несі бар, инвестициямен шұғылданатын. Одан кейін атамекеніміз бар. Одан кейін бүкіл партияңыз бар, аманатыңызда инвестиция. Көрсеткіштері бар ма? Көрсеткіштері. Мысалы, сен істемесен, көрсеткішті орындау керек қой. Дұрыс қой, сол үшін бір ғана не болу керек, шатаспауымыз керек. Мынада көп жаңағы бірін қайталайтын мынандай құрылымдармен алып тастау керек жаңағы. СПК бар. Әр неде оларда түсініксіз, мен үшін вообще түсініксіз ұйым СПК социальный предпринимательский корпорация дейді, бірақ бизнес жасап біз кереметте осындай пайда көріп жатырмыз деп жаңағы дұрыс конкуренция жасамайды олар жаңағы. Мемлекеттің бүкіл жаңағы несін пайдаланып, құзырын пайдаланып, кәсіпкерлікпен шұғылданады, онда ұйым меніңше болмау керек жаңағы. Или олар 100% не болу керек жаңағы. Өйткені ол дұрыс конкуренцияға не қылмайды. Бәсеке болу керек. Бәсеке болу керек, ол бәсекеге біз олмен шыдай алмаймыз. Енді осындай сұрақ. Сіз Түркістанда жұмыс істейсіз. Түркістанда да жұмыс істейсіз. Осындай мына Алматы, анау 90-шы жылдың соңында мына 2000-ші жылдары. Ол 1 миллионнан асқан қала болғаннан кейін, ол бүкіл республикалық бюджетіне 28-30% салығын төлейді. Ал Шымкент, Түркістан ол бірнеше жыл бұрын бөлінді ғой. Оғанға дейін 2,5-3 миллион халық бар. Сонда олар субвенция алады, дотация алады. Алматыдан адамдар көп болса да. Қазір Шымкент өзі 1,5 миллион асып кетті. Алматы 1 миллион асып кеткенде. Ол донор болды бюджетке. Неге Шымкент донор болмайды? Неге әлі де республикалық бюджеттен ақшаны сорып отыр? Сонда шымкенттіктер жаман жұмыс істей ме? Әлде кәсіпкерлігі алыс бұдан? Айта алмайсың. Бәрі мықты, бәрі кәсіпкер. Неге сонда олар дотация алады? Әлде жасыра ма бәрін?
Бізде екі мынандай несі бар. Мен өзім түсінігім бойынша жаңағы. Мен сол елдің азаматымын. Алматыда, бірақ ұзақ уақыт Алматыда тұрамын. Түркістанда менде үлкен бір инвестициялық жоба болды. Сол кезде сонда бір 3 жыл Түркістанда болып, сол жобаны іске асырдым. Сол кезде көп мынау бизнеспенді, жаңағы үкімет тарапынан да солар, облыс тарапынан да солармен араласып көрдім. Енді сіз сұраңыз. Түркістанда халық көп. Солардың менің ойымша мынау жұмысқа қабілетті халықтың жартысы. Мүмкін регистрациясы неде шығар, облыста оңтүстік, бірақ қызмет жасайтын жері осы Алматы, Астана, Атырау, сол жақтың, солар сол жерге барып, мүмкін регистрацияда жоқ шығар, бірақ сол жердің жаңағы қызмет жасап, солардың жаңағы несін әл-ауқатын көтеріп сөйтіп жүрген халықтың саны, сонда біріндесі, бір моментте, екіншісі. Одан кейін мынау салық мәдениеті, мен Түркістан қаласында біз завод соқтық, сол кезде барып базардан енді бір нәрсе алуым керек, жаңағы құрылыс материалын алуым керек, басқа жаңағы тамаққа да бір нәрсе алуым керек. Еш жерден кафе, рестораннан чек бермейді. Чек алу мүмкін емес тұғын жаңағы. Чек алуы. Енді қазір сол мәдениетке келген шығар, бірақ ол енді 2015, 16, 17 жылдары. Бухгалтерия жағынан ол чек болмаса қалай ақша? Бостан-босқа дәлелдей алмайсың ғой сен зат алғанын. Енді ол туралы мен ештеңе айта алмаймын, бірақ мен сізге жаңағы сіздің сұрағыңызға жаңағы ол бәрі сіздің айтып жатқаныңыз бюджетке түсіп жатқан ақша, одан кейін жаңағы нені айтпасам, демек бәрі адал болатын болса, Түркістанда, Шымкентте өзі донор аймағына айналып. Әрине, өйткені мынау кәсіпкерлікте бір үлкен факторлардың біреуі жұмысшы күші, мамандар. Өйткені адам Шымкент, Алматыда қазір бір құрылыс жасаңыз, бір нәрсе жасаңыз, адам тапшы. Одан кейін оларға төленетін айлықтың несі де жоғары. Ең ыңғайлысы әрине жаңағы ауа райы да жайлы ғой, мынандай қатыстық суық жоқ, басқасы жоқ. Ол жерде өндірісті дамып кету керек, ол дамып та жатыр. Өйткені мысалы қасында басқа облыстың қалаларын айтайын, білесіз ғой, солар жанынан өткенде де қап-қараңғы болып, жаңағы ешқандай ештеңе дамып жатқан көрмейді. Бірақ оңтүстікте, соншында Шымкент қаласында жаңағы жарқырап, кафе істеп тұрған, ресторандар да істеп тұр, басқалар істеп, әйтеуір бір нәрсе жасап жатыр, қыбырлап жұрттың бәрі жұмыс істеп жатыр. Бірақ мен бойынша сол салық төлеу мәдениетін жоғарылату керек. Сол кезде жаңағы бірдесе кішкене мүмкіндік беру керек. Өйткені жаңағы кетпеу керек мысалы. Жергілікті салық органдары бар, Финпол бар, басқалар бар. Қайда қарап отыр? Тексермей ме? Тойханаға барсан, тойхана өшірт. Адамдар үлгермей жатыр. Көшеде крутой джип. Онда әлде 80% дотация алып отыр. Ол бүкіл республиканы тона деп айтпай-ақ қойын, бірақ сорып отыр ғой. Жасырын түрде салық төлемей етпей. Оңыз рас, айтып отқаныңызды мен толығымен сөзге қосыламын. Сол елдің азаматы ретінде бұл туралы мен де көп ойланған тұғым. Мен әкем айтушы еді, мынау облыс болсын, аудан болсын, ол бәрібір бір ұжым, бір жанұя секілді. Сен жанұяны асырауың керек. Сен шаман қарап асырау, сол үшін жаңағы айтып отырмын, егер сен асыраймасаң, өзің халқыңды асыраймасаң, орын босат. Орын босат та келесі адамға бер. Сол сөйтіп айтады, мен әкем айтады, жұмыс істеп, бір нәрсе өндіріп, бір нәрсе жасамайтын адамдар дармайды деуші. Өзгеріс мүмкін бе? Өзгеріс әрбір адам өзінің миында басталады ғой. Ішіндегі жүрегінен, ойынан, ниетінен басталады. Өзгерістің нышандары байқалып жатыр. Енді қатты былай көрмесе де, біз кәсіпкерлікте жүрген екен көреміз ғой. Ойын-сауық жерлерге барамыз. Одан кейін бұрын мысалы тойханаларда былай не қылмайды, квитанция бір нәрсе жыртып бермеуші еді. Біз енді адам болғаннан кейін ауылда да той жасаймыз, осында да той жасаймыз. Қазір жоқ, бір квитанция жыртып бересің. Сондай дәреже жетіп қалды. Содан кейін бұрын жаңағы мысалы келтірейік те, прогрессті бұрын кафе, ресторанға барса, мен принципиально тұрып алатын тұғым, чек алып кел деп айтатын тұғым. Сол кезде бермейтін чек. Сұрасаң да бермейтін тұғым. Қазір сұрасаң береді, сұрамасаң бермейді. Енді сіз мына жерде мынандай нәрсе ғой, бұның бәрін енді менталитет. Бәрі ойлайды, жаңағы көрсетпесек те болады ғой. Ол бірінші мына
сол қызметті алып жатқан адам сол не қылу керек, сұрау керек жаңағы. Ол чек, ол біздің салығымыз ғой, сондағы болмайтын, арзымайтын салық. Солар ана жеке кәсіпкер төлейді, 3% төлейді. Бүкіл обороткасынан 3%. Ол не болды 3% деген? Оны көзге де көрінбейді жаңағы. Соны жасырған үшін кейін соны тексеретін бар ғой, құзырлы органдар бар ғой. Солар келеді, соны тамақ ішіп кетеді, сол тегін жаңағы. Соның бәрін есептесе, ана екесе, үшесе жаңағы содан көп сөз жаңағы. Сол үшін таза салықты төлеу керек жаңағы. Сол салық мәдениетін төлеудің жаңағы көтеру керек. Ол бірінші басталады жаңағы кафе ресторан егелерін емес, сол кафе ресторанға барып жүрген адамдар, солар бастау керек жаңағы. Соны сұрау керек, талап ету керек жаңағы. Сәкен Галу, біздің уақытымызда азайып бара жатыр, уже бітіп бара жатыр. Сіз нақты қандай мына үкіметке ұсыныс бересіз? Жаңа үкімет келіп отыр, жаңа премьер келіп отыр. Оған бір ұсынысыңыз бар ма? Енді кәсіпкерлік үлкен сала, кәсіпкерлік. Сондықтан жаңағы бірнеше жаңағы ауқымды бөлімдері бар жаңағы. Мен бәріне жауап бермей қояйын. Мен жаңағы микро, кіші кәсіп туралы айтайын. Сізге айттым, мал промышленность бар. Бәрі қазір айтып жатыр ғой, жаңағы ауылда жұмыс істейтін орын жоқ, ауылда бәрі жастардың бәрі кетіп қалып жатыр деп. Ауылда мысалы қалып отыр, жаңағы бұрынғы аудан орталығы, одан кейін жаңағы колхоз совхоздың орталық несінде ауылдарында бұрын жаңағы машина двор болатын тұғын. Қалды ғой жаңағы, гараж қалды жаңағы. Бәрі орындар тұр. Оны ешкім әкеткен жоқ, төбесін алып кеткен жоқ, бірақ жері бәрі тұр, сол ұжымда қалды. Сол жерге мына кіші өндірістік парктерді жасау керек. Оған қолдау көрсету керек. Бұны содан бастап көтеретін болса, аудандарда бәрі жалпы мынау кәсіпкерлікті, кіші кәсіпкерліктен бәрін көтеріп жіберетін дедік. Сол кезде мынау не жаңағы нақты ұсыныс. Сол кәсіпкерлікті жасайық. Оны тура осы жаңағы кіші индустриялық парктерді ұлттық нацпроект ретінде жасайық. Қазір жасалып отыр ғой, мысалы 100 мектеп. Бәрі сондай болатын болса, бұны қолдайды. Біз секілді адамдар айтып, ассоциация не болды? Ассоциацияны кім тыңдайды? Ол қоғамдық үйін жаңағы. Егер мына программа кіргізетін болса, тыңдайтын жаңағы тыңдайтын, еститін, соны айтқанды орындайтын үкімет болу керек. Бірінші біздің үкіметіміз қазір не дейді жаңағы? Тыңдайтын үкімет. Біз халық партия тыңдайтын үкіметі, енді тыңдап еститін үкімет болсын жаңағы. Мен халық партия ретінде қандай біз ұсыныс жасай аламыз партияның атынан? Партияның атынан біз енді халық партиясы ғой жаңағы. Сондықтан біз біздің сегментіміз, біздің жаңағы егер бизнеске ауыстыратын болсақ, ол жаңағы кіші, одан кейін жаңағы жеке кәсіпкерлердің жаңағы соны шаруасын жасауымыз керек. Соның мұқтаж жағдайын жасауымыз керек. Ол осындай жаңағы мынау айтып отырғандай жобаларды көтерейік. Жақсы. Ал құрметті көрермендер, көріп тұрсыз, өте өзекті мәселелер көп болып тұр, шешілмеген мәселелер көп. Салық мәселесі, қазір мына мобильный перевод дейді, сол мәселесі болып тұр. НДС-ті төмендетуге түсірді. Оның бәрі жаңа үкімет шешеді деп ойлаймыз. Өйткені қарапайым халықты, шағын микробизнесті қыса берсе, ол жақсылыққа әкелмейді. Қолданыз, комментарий жазыңыз, өзіңіз не ойлайсыз, қандай сіздің ұсыныстарыңыз бар. Ал сізге Сәкен рахмет. Әлі де кездесеміз, әлі де мына шағын және микробизнес жағдайын айтамыз, көтереміз. Сізге тек сәттілік деймін. Рахмет. Рахмет. Сау болыңыз.